Баршаңызға сәлем. Енді бүгін сіздерге қалай товарға оплата жасап, оны сатып алуды көрсетемін. Мен осы рюкзакты таңдаймын. Осы аяқ киімді таңдаймын. Одан кейін осыны таңдаймын. Әрі қарай оранжевый кнопканы басамыз. Мына жерде үстінде каргоны өзгертсеңіз болады, егер басқа каргоны ауыстырам десеңіз. Мен осы каргода қаламын. Одан кейін барлығын бір тексеріп өтіңіздер. Мына жерде мінеки 8-9 юань және де 4 юань. Менде бұл жерде скидка беріліп. Енді оранжевый кнопкамызды басып оплатаға өтеміз. Оранжевый кнопкамызды басамыз. Бізді автоматически Alipay-ға жібереді. Көк кнопкамызды басамыз. Енді бұл жерде ойлап тапқан паролімізді жазатын боламыз. Оплатамыз жасалды. Затымызды біз сатып алдық. Енді жаңағы төленген товарымызды басты бетте қарасаңыздар болады. Өзіміздің личный кабинетімізде көріп тұрғандарыңыздай заттарымыз екінші значокқа өтті. Мінеки сатып алынған 3 затымыз тұр. Бұл жерде төленген және де отправкаға дайындалып жатқан товарлар. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.